Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. IS Open 6 сыныптың 4 модульдің 53 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп, подписацияны басамыз және сабақты соңына дейін қараймыз. Содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Making movies, кинолар жасау. Фильмдер жасау немесе. Do you often go to the cinema? Сен кинотеатрға жиі барасың ба? What kind of films do you like? Сен қандай жанрдағы фильмдерді ұнатасың дейді. On 25 June in 1961, a baby boy was born in the Kazakh city of Guriev. His parents called him Timur. Timur Bekmambetov became one of the most famous Kazakhs in the film industry. When Timur is young, he was always interested in art and the cinema. He moved to Tashkent in Uzbekistan in 1982 and studied art, theater and film. He started his career directing TV commercials. Then he wrote and directed his first film in 1994. This was Peshawarski Vals, a film about the Soviet war in Afghanistan. The Russian Film Academy named him Best Young Director in 1997. He moved to Hollywood to make films in 2005. Timur still lives in the USA and he makes films in Russian and English. 1961 жылы 25 маусымда Қазақстанның Гуньев қаласында ұлы бала дүниеге келді. Оның есімі Тимур. Тимур Бекмамбетов киноиндустриясындағы ең танымал қазақтардың бірі болды. Тимур жас болған уақытта өнерге, киноға өте қатты қызыққан. Одан кейін ол Ташкентке, Өзбекстанға көшіп кетті. 1982 жылы өнерді, театрды және фильмге оқыған. Сол саланы оқыған. Өзінің карьерасын теледидар жарнамаларын түсіруден бастаған екен. Одан кейін ол өзінің ең алғашқы фильмін 1994 жылы жазып шығарған. Жазып түсірген. Оның ең алғашқы фильмі Ауғанстандағы кеңестік соғыс туралы Пешарвовский вальсы деп аталған екен. Ресей кино академиясында 1997 жылы ол ең жас директор деген атақты алған. Одан кейін ол 2005 жылы кино жасау үшін Голливудқа көшіп кеткен. Тимур қазіргі уақытта ақш-та тұрады және де орыс, ағылшын тілдерінде кино түсіреді екен. Келесі exercise 1. Мәтінді оқып аударамыз. Аударып алдық, енді тапсырма орындаймыз. Read the text. Are these sentences true or false? Correct the false sentences. Мына сөйлемдер дұрыс па, қате ме? Қате болса түзе деп берген екен. Exercise 1. Timur's parents were very famous. Тимурдың ата-анасы өте танымал болған. False. The text doesn't say his parents were famous. Мәтінде оның отбасы туралы айтылмаған, бай деп мүлдем ақпарат берілмеген отбасы туралы. Екінші сөйлем. He studied art, theater and film in Tashkent. True. Дұрыс. He made commercials before he directed a film. Ол фильм түсірмей тұрып жарнамалар түсірген. True. Дұрыс. His first film was Night Watch. Оның ең алғашқы фильмі түнгі күзет болған. Дұрыс емес. False. Оның ең алғашқы киносы Пешарский вальс деп аталған. Бесінші сөйлеміз. His first film made him internationally famous. Оның алғашқы фильмі оны халық аралық деңгейде танымал етті. False. The text doesn't say his first film made him internationally famous. Мәтінде ол туралы ақпарат берілмеген мүлдем. He made Wanted in 1889. Ол 2008 жылы қалаулыны түсірген дейді. True. Дұрыс екен. Және де he lives in Russia. Он Ресейде тұрады. False. All the text says he lives in the USA. Ол ақш-та тұрады екен. Exercise to work in pairs.
топтық тапсырма. Using the internet, интернетті қолдан. Find at least 3 more facts about Тимур Бекмамбетов. Тимур Бекмамбетов туралы 3 ақпаратты іздеп тап дейді. Think about other films he has made, awards for he has won and people he has worked with, for example. Ол қандай кинолар түсірді, не жеңіп алды, қандай адамдармен жұмыс жасады, сол туралы жазсаң болады деген екен. Бірінші сөйлем. Тимур Бекмамбетов directed the famous Hollywood movie Wanted starring Angelina Jolie and James McAvoy. Тимур Бекмамбетов танымал Голливудты Wanted'ті режиссерлік етті. Онда Анджелина Джоли мен Джеймс Маквоймен басты рөлдерді ойнады. He also produced the computer screen film Unfriended, which became a popular horror movie. Ол сондай-ақ компьютер экраны форматындағы Unfriended атты танымал қорқынышты фильмді продюсер ретінде жасаған. He worked with Universal Pictures and is known for his innovative storytelling using digital technology. Ол Universal Pictures компаниясымен жұмыс істеген және де технологияларды қолдана отырып, жаңашыл әңгімелеу стилін танымал еткен. Exercise 3. On your own, rewrite the text, adding your new facts in the appropriate places. Try to add a full sentence for each fact. Мұнда бізде үшінші тапсырмада мұнда бізде мәтінді өзің қайта жаз дейді, жаңа фактілерді қос дейді, және әрбір факт үшін толық сөйлем құрастыр деп берген екен. Бұл жерде енді мәтінді өздерің интернет желісінен қарап толықтырып жазатын боласыңдар. Келесі exercise 4. About Timur's family. Жалпы Тимурдың отбасы туралы. Timur's father, Nurahid, was a manager at the Gulf Energy Company. His mother, Mira, was a journalist. Жалпы Тимурдың әкесі Нурвахид менеджер болған энергетик компаниясында Гурьевте. Одан анасы Мира журналист болған екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабаққа жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп подписаться етіп қойыңдар.